Бұл видеода мен новичоктарға топ 3 өз ақылымды айтқым келіп тұр. Кім трейдинг саласын енді бастап жатыр, особо қатты анализ жасауды білмейді, психология жағынан вообще түсінбейді, бәрі ойлайды трейдинг ол тек қана білім деп. Жоқ достар, трейдингті біз үшке бөлеміз. 33% білім, 33% психология, 34% қаржы сауаты. Итак, біз бастамас бұрын, достар, алдымен лайк, подписка, комментарий, міндетті түрде комментарий арасында 5 теңге ойнатамын. И колокольчик басып қойыңыздар. Жалпы біздің YouTube каналда өте көп актуальный стратегиялар, обзорлар, жаңалықтар шығып отырады. Өткізіп алуға болмайды, қолданып сіздер керемет табысқа шыға аласыздар. Итак, барлықтарыңызға сәттілік. Біз қазір бірінші советтен бастаймыз. Нарықта екі ойыншы бар: сатушы және сатып алушы. Егер де сатушылар көп болса, баға бізде құлайды, сатып алушылар көп болса, баға бізде өседі деп айта береді. На самом деле олай емес. Шын мәнінде бағаны күрделі түрде қозғалып отыратындар ол бізде крупный игроктар, банктер, немесе маркетмейкерім бар, крупный инвесторлар. Элементарно біз айтып кетейін. Жалпы біз егерде мұнайдың графигін ашатын болсақ, мұнайдың бағасын қарап отырамыз, түсініп отырамыз. Оның ішіндегі реальный поставкада жүретін мұнайдың пайызы шамамен 2%. Қалған 98% ол тек қана қағаз жүзінде іске асып отыратын жұмыстар. Допустим, қалай осында. Мысалы үшін сен трейдерсің, бүгін мұнайды сатып алдың. Сенің ойыңша ол бағасы өседі, сен одан ақша табасың. Сені мұнайды сатып алған кезде сенің үйіңе там бочка мұнайды ешкім алып келмейді ғой. То есть сен қағаз жүзінде оның владельцісің, сенің мұнайың где-то Австралияда или Канадада жүр ол. Қағаз бойынша сен оның хозяинсың, уже сатып жібердің. То есть осылай вот әлемде барлық жан-жақта жүреді, сен оның уақытша владелец боласың. Итак, бірінші ақылым сендерге айтарым: көп нәрселерге сене беруге болмайды. Интернеттегі бар ақпаратты, все-таки трейдинг деген ол бізде әлемдік бизнес. Сіздер не нәрсені түсіну керексіздер? Бізде екі зона бар: премиум және дисконт. Премиум дегеніміз ол бізде қымбат деген сөз білдіреді, дисконт деген ол бізде арзан деген сөз білдіреді. То есть кез келген бір импульсті тауып алған кезде үлкен қарқынды қозғалыс. Оны тең ортасына бөліңіздер. Төменгі жағында сделканы жоғары ашуға ситуациясы табыңдар, жоғарғы жағында сделканы төмендеп ашатын ситуацияны табыңдар. Менің бірінші ақылым білімге қатысты болды. Осыны білген арқасында сіздер, надеюсь, уже анализді оңайырақ жасайтын боласыңдар. Екінші ақылым психологияға қатысты болады, үшіншісі қаржы сауатына қатысты. Өте мықты әдеби материалдар болады. Это скучно, это мне не интересно деген болмасын. Өйткені айтып кетейін, сіздің табысыңыз, жетістігіңіз именно қаржы сауатына байланысты. Оған кірмес бұрын, достар, естеріңізге салатын нәрсе бар. Ертең 16 күні кешкі сағат 20:00-де мен трейдинг саласын нөлден бастап түсіндіремін. Ол жерде бізде акция, валюта және криптовалюта нарығы бойынша ақпараттар беріледі. Айына 500 мың немесе 700 мың теңге табысқа қалай шыға аламыз, сол жайлы айтамын. Кімге трейдингпен айналысуға болады, кімге болмайды деген бар еще. Бірақ на самом деле трейдингпен кез келген адам айналысады. Бәрібір там мұғалімсің ба, декретте отырғандасың ба, студентсің ба, без разницы, потому что біріншіден ешқандай базовый білім керек емес. Бәрі нөлден бастаймыз. Жолды айтылайын. Екіншіден, ол сіздің бар жоқ күніне 1-2 сағат уақытыңыз алады. То есть основной жұмысының бар болғаны кедергі кетпейді. Керісінше трейдинг қосымша табыс ретінде өте керемет сала. Болашақта ол уже основной болып кете алады. Сол, біздің тегін сабаққа міндетті қатысыңыздар. Ол жерде сіздерге криптовалютаға қатысты сигналдар беретін боламыз. Бағасы керемет өседі, обязательно заработаем, потому что алдыңғы жыл октябрь айында мен PP монетасын сигнал бердім, оның бағасы 1700% өсті. Март айында мен EOTX-қа берген, оның бағасы где-то тоже 400-300%. FED дейтін криптовалюта сигнал берген болатынбыз недавно, оның бағасы тоже 500%-ға өсті. Короче говоря, қолыңызда бар ақша, ештеңке жасамай табысқа шығуға болады. Так что міндетті түрде біздің тегін сабаққа қатысыңыз. Ал енді психологияны бастайықшы. Трейдингте психологияны бастаймыз. Айта кететін нәрсе бар: трейдинг саласы сізге не только үлкен ақша береді, трейдинг еще и сізге психология жағынан өте мықты адам болуға көмектеседі. Неге? Біріншіден, эмоциональный болуға болмайды. Ұтсаң да, ұтылсаң да эмоцияға берілме, всегда спокойно бол. Екіншіден, план Б және план С сенде әрқашанда болу керек. Негізінде бұл қасиет өмірде де өте керемет көмектесетін құрал, так что оны сіз трейдингте тез үйреніп боласыздар. Вот. И неге эмоцияға беруге болмайды? Потому что сіз, мысалы үшін, $20 сделка аштыңыз, ұттыңыз. Потом тағы да аштыңыз, тағы да ұттыңыз. Потом үшінші рет тоже. И ойлайсыз уже: болды, мен крутой трейдермін, қайдағы $20, мен қазір $500 сделка ашамын деп. Но в итоге именно төртінші сделкаңыз минус болып қалады да, сіз минус $100 ұтыласыз. В итоге бақандай 3 сделка сізге $60 табысқа келді, төртінші сізге минус $100 келді. Қызығы, это 3 плюс 1 минус.
но все-таки сіз минустасыз. Бұл еще қаржы сауатына байланысты ақыл негізінде, но психология жағынан көбірек бұған мән беру керек. Ұмытпаңыздар, сіздің әрекетіңіз, сіздің жұмысыңыз ол әрқашанда бағаланады. Трейдинг саласын сыйлайтын болсаңыз, ол всегда сізге өзінің ақшасын беруге дайын. Так что вот так вот. Сделканың суммасын өзгертпейміз, на эмоциях шешімді қабылдамаймыз. Просто максимум уберите его из своей жизни. Үшінші ақылым қаржы сауатына байланысты. Білемін, жалпы қаржы сауаты дейтін такой вот скучный нәрсе сияқты, ешкім айналғысы келмейді, ешкім каспиін ашып қанша ақша жаратты санағысы келмейді, потому что это больно, неприятно. Но бір рет қана попробуйте, бір рет қана күнделік жүргізіп, қанша ақша таптың, қанша ақша жараттың, қанша сделкалары кірдің, қандай позициялар аштың, соның бәрін күнделікке жазып отыршы. Біріншіден, бұл скучный хоббидан керісінше қызықты хоббиға айналып кетеді. Екіншіден, сенің табысың өзімен өзі өсе беретін болады. Если ты управляешь деньгами, ты управляешь миром. Не забудь это. Тағы да естеріңізге сала кетейін, достар, біздің тегін сабақ қатысу үшін осы видео астына сілтеме бойынша өту керек. Сол жерде сіздер толық ақпарат аласыздар. 16 күні кешкі сағат 20:00-де прямой эфир 1,5 сағатқа созылады. 1,5 сағат уақытыңды арнауға ерінбеңіздер, ертеңге қалдырмаңыздар, потому что бар жоғы 1,5 сағаттың ішінде сіз жаңа саланы танысатын боласыздар. Екіншіден, мен сіздерге өмірлік мықты инсайттар беретін боламын. То есть до вебинара и после вебинара деп өмірлеріңіз екіге бөлініп кетуі мүмкін. Причем лучшую сторону. Так что барлықтарыңа сәттілік, көргендеріңізге рахмет, лайк, подписканы ұмытпаймыз.